Bir жылын ойлаған адам бидай егеді. 10 жылын ойлаған адам орман егеді. Ал мәңгілігін ойлаған адам ұрпағының санасына ізгілікті егеді. Сондықтан ертеңгі ұрпақтарыңыз үшін бүгіннен бастап жақсы тәлім тәрбие беруге тырысыңыздар. 1000 рет ойлағаннан 1 рет істеген абзал. Даңқты түрде жығылу пайдасы жоқ, шүбәланудан 1000 есе артық. Және де гүл дейді, әдемі жерді талдап өспейді. Өзінің өсіп тұрған жерін әдемі көрсетеді. Сондықтан барлықтарыңыз қазақ даласында, қазақ елінде жүрген екенсіздер. Өздеріңіздің жүрген орталарыңызда жақсы көрсету, біздің Қазақстанның абыройын арттыру, біздің Қазақстанның өзге елдермен терезесін теңейтіп, өзгеге өнеге болуы, ол әрбір қазақ азаматы мен азаматшаларының бұл тартпас борышы. Сондықтан біз мойнымыздағы борышымызды біле отырып, еліміздің ертеңі үшін мәңгілік ел болып қалыптасып, өзгелерге өнеге болуымыз үшін әрқашанда жұмыс жасауға тырысайық. Тек сіздермен бірге Мұратқазы